Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай қатпарлы самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Өте дәмді, өте керемет болып шығады. Менімен бірге болыңыздар. Және видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. 2 стакан жылы суды алып, ыдысқа құямыз. Тұз саламыз, 1 қасық. Және де жақсылап араластырамыз. Енді осыған қамыр ететін боламыз, ұн қосып. Қамырым дайын болып қалды, достар. Осылай елеп аласыздар. Осындай сіздерге қамыр шығады. Эластичный, қолға жабыспайтын қамыр болып шығу керек. Негізі 1 стаканмен суға істесеңіздер де болады. Мен 1,5 стакан қостым суды. Осындай көбірек болып шықты менде қамыр. Осылай болып шығады. Енді бұны осындай салафанный пакетке салып, 10 минутқа демалдыруға қоямыз. Біздің қамырымыз июі қанғанша мен жаңағы ішіне салмасын дайындап қояйын. Мен жаңағы фарш қосамын. Арасына негізі тауық етін қоссаңыздар да болады, ол өз еріктеріңіз. Енді фаршымызға жаңағы ұсақтап туралған пиязымызды қосамыз. Мен көбірек пияз қосамын. Мына жерде 1-2 пияз шамасында. Көбірек пияз болса, жаңағы сочный болып күшті болып шығады. Және де кішкене картоп қосамын. Тоже картопты майдалап осылай 4-3 кубиктарға турап қосасыздар. Енді тұзын, саламыз дәміне қарай. Және де кішкене бұрыш қосамыз. Және де әбден араластырамыз. Менде қамырым осындай үлкен болып шыққандықтан мен жаңағы 3-ке бөліп аламын осыны. 3 бөлікке бөліп, қазір мен оны жұқа қылып, қамырға жайғандай қылып жайып шығатын боламын. Бірдей формада болады осылай. Және де мен қазір осының әрқайсысын осылай үлкен дөңгелек қылып жайып шығамын. Міне достар, мен жұқа қылып жайып алдым. Енді осының үстіне жаңағы сары майымды жағып шығамын. Қатты шылқытып жақпаңыздар, осылай кішкене жағып шықсаңыз жетеді. Және қалғандарында осылай жайып, май жағып, қазір бірге жинайтын боламыз. Міне мен майымды жағып алдым. Енді мына шетінен бастап, бұлай орап шығасыздар. Тығыздап орап шығасыздар, тығыз қылып.
кішкене былай қысып қойыңыздар. Енді осыны бір шетке қоя тұрамыз. Енді жаңағы екінші қамырымызды да тоғыра осылай етіп жайып. Міне мен екіншісіне жайып алдым, үстіне май жақтым. Енді жаңағы біріншісін осыған былай қоямыз. Және де осыған бірге жинайтын боламыз осылай. Осылай бірге жинап шығамыз. Және де үшінші қамырымызды дәл осылай етіп жайып, үстіне май жағып жинайтын боламыз. Міне мен қамырын бәрін жинап алдым. Енді осыны бөліктерге бөліп шығамыз. Неше самса шығады, сонша бөліктерге бөлесіздер. Үлкендеу самса бола ма, кішіректеу болса, кішіректеу нетіңіздер. Мен осыны орташа қылып етемін. Кесіп алғаннан кейін осылай дөңгелетіп, мынандай ыдысқа кішкене астына ұн сеуіп жіберіңіздер. Осылай қойып шығыңыздар. Бір тарелкамен толды. Енді осының бетін салфан пакетпен жауып, морозильникқа бір 30 минутқа қойып қоямыз. Міне мен морозильниктен алып шықтым, достар. Енді біреуін алып, қазір самсамызды істейтін боламыз. Былай жаясыздар. Мен үш бұрышты қылып жасаймын. Өздеріңізге ұнаған формамен істей берсеңіздер болады. Қатты жұқа қылып жаймаңыздар. Және қатты қалың қылып та жаймаңыздар. Осылай орташа қылып жайыңыздар. Ортасына керегінше немізді саламыз, салмамызды. Енді былай ортасын былай алып, үш бұрыш қылу үшін ортасын былай қосасыздар. Және мына жағын былай қылып үш бұрыш жасайсыздар. Міне достар, осылай сіздерде үш бұрыш болып шығады. Бәрін осылай жасап шығыңыздар енді ары қарай. Осындай противенге жаңағы пергамент қағазын төсеп, осылай салып шығыңыздар. Міне мен бәрін істеп болдым. Енді үстіне бір жұмыртқаны нетіп, жағып шығыңыздар. Енді бетіне жаңағындай кунжутмен сеуіп шығамын. Мак сепсеңіздер де болады, өзіңіз қалауларыңыз бойынша. Тымен сепсеңіздер де болады. Әркімнің өз қалауы. Және де 180 градусқа беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Міне достар, біздің самсамыз дайын болды. Қамыры өте дәмді болып шығады. Осылай қатпарлы болып піседі. Міне үгітіліп жатыр. Ортасы былай болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қалдырып кетіңіздер. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сіздермен болған Әйгерім.